Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін мен сіздерге Mazda 626 птичка 2 объемдық туралы машинаны, бұны пайдалы жақтарын және пайдалы емес жақтарын көрсететін боламыз. Соңына дейін қарауға сіздерге кеңес беремін. Өте қызықты болады. Кеттік. Ал біз қазір міне машинаның хозяйынымен отырық. Бұл машина жайлы сипаттама берсеңіз, Mazda 626 қандай машина өзі? Бұл Mazda 626 98 жылғы птичка, дизельный. Бұл негіз жалпы айтатын болсақ жақсы машина. Жақсы. Негізінде ходовой, бір жағынан жақсы машина. Бір кемшіліктері бар ғой енді. Қандай кемшіліктері бар? Бұның бір кемшілігі енді шындығын айтсақ, мына артқы крылолары, жаңағы пароктарының шірейді көбіне. Крыло? Иә, біріншіден бұлар шіріктен сондай да өздері тез шірейді машина. Тез шірейді сондай? Иә, тез шірейді машина негізінде. Ал расход жағынан келсек, расход жағы қандай? Расход жағы 100 километр қанша? Өздеріңіз білетіндей дизельный машина ғой. Өйткені бұл машинаның көпте жейді деп те айтпаймын енді. 100 километрге 7,5-8-8-дің арасы сол. 7 мен 8. Иә, арасы болады. Жақсы. Универсал бұл машина? Иә, универсал. Басқа қандай тағы бір расходы, сосын запчастары қалай тұрады екен? Запчастары қатты да қымбат деп те айтпаймын, бірақ енді айтайын дегенім, бұл жерде бензиновый машиналар көбіне бензиндерге табылады, көп зат табылады. А бізде дизельнелерге кейде болып қалады, сондай маңызды заттар табылмай қалады кейде. Запчастар, керек заттар. Мотордың подушкілері кейде табылмай қалатын кездер болады бізде, осындай. Ол кезде біз аламызда қолдан келгенше бір переделка ма бірдеңе жасауға тура келеді бізге. Сон табылмай қалған жерге. Иә. Бұл машинаны айдап жүргенде қандай минустар, қандай жері бұзылып, соны жөндеген жері басыңыздан өтті ма жөндеген? Болды, жүріңіз онда, капотқа барып көрсетейін, капотты ашып сізге қандай не кемшіліктер болған. Жүріңіз көрейік онда. Ал онда көрсетіп жүріңіз, қай жері кеткен жайлы. Міне осы моторымыз осы, 2 объемдық дизельный турбинасы мына жағында тұрыпты, міне турбинамыз осы. Бұл жерде бізде кеткені алдын осы жақын арада істеген затымыз бар. Сіздерге көрсетейін деген, егерде машинаңыз жолда келіп өшіп қалған жағдайда, мына жерде TNDV деген не бар, осы жерде датчик, жаңағы коленбала деген астына кетіп тұрыпты. Астына? Осы жерде тоқтар, рөл ойнайды, дұрыс контакт бармай қалса, нетпей қалса, машина оталмай қалатын себебі осыдан болады көбіне. TNDV деген жерде. Дизельный машина айтатын кісілер болса, соларға ескертетін едім. Мына жерде осы тоқтан үзілсе, осы жерден. Самый главный осы тоқтардан болады ғой. Негізінде айта кететін болсақ, өте жақсы машина. Сізде соны нақты келсек, қай жері бұзылды? Осы жері бұзылды ма, TNDV деген? Жоқ, бұзылғанда менде бұзылған жоқ. Менде мына жақта тоғы жабыспаған болды. Жолда келе жатыр ба? Жолда келе жатыр. Қалай болды сонда жолда келе жатыр? Өз-өзінен өшіп қалды ма? Оны менде байқамаған екенмін, шындығын айтсам. Сол кезде үйге келген кезде ғана байқадық. Жоқ, жолда барып өшіп қалды ма сонда қалай болды? Или үйде тұрғанда оталмай қойды ма? Жолда кетіп баратқанда. Сол кезде өшіп қалған болатын. Бұны сосын өздеріңіз қалай жөндедіңіздер? Бұны жөндегенде мен шындығын айтқанда үйде өзіміздің жасайтын адамдар бар, кісілер білетін, кішкене ағаларымыз дегендей, сол кісілер ақырын тауып сол жерде ашып тапты ғой сол причинасын. Сонда нақты келсек, мына жерде, осы жақта тоқ өртенді ма? Жабысып қалған болды. Ішін қарадыңыздар аха сонда? Осы яқты іші. Сосын мен көрсете кетейін, мына жерде ең көп рөл ойнайтын осы деп айта аламын. TNDV. Осы жақын арада генераторын да ауыстырдық, шоткілер шашаған болды, бірақ бір сөзбен айтқанда мен жақсы, жаман деп те айтпаймын машинаның, бірақ қарасаңыз любой машина жақсы ғой, негіз. Істеген адамға жасап айдаған. Тағы не айта кетейін? Тағы қандай минустар, мысалы, осы машинаны айдап жүргелі, қандай минустар болды, соны айтсаңыз, бәрі көрермендерге минус жайлы қызық енді, бастарынан өткізсе егер. Минус болғанда қатты минус дейтіндей емес, бұл жерде шынын айтқанда жақсы машина, қарасаңыз жақсы машина ғой, любой машина жүреді. Ұзақ жолға да мына көрсетейін. Оған сіз қандай май құясыз?
Қандай май құйған дұрыс. Оған өзінің дизельный турбованный майлары бар. Специально соларды құйған дұрыс негізі. Турбованный майларды ма? Сұрасаңыз любой жерде айтады. Аха. Қыста дизельный қатық болады дейді негізі көп жағдайларда. Қатық болады дегенге мен айтар едім енді. Ол әркімге әрқалай. Негізінде енді әңгіменің қысқасы, егер де сіздің машинаңыздың аппаратурасы түзу болса, жақсы болса, отырады ол қыста қандай жағдай болса да. И екіншіден айтайын дегенім, қатты суық болса, ол кезде жаңа сіздер айтқандай присадка деген өздерінің заттары болады, соны құю керек болады сіздерге. Сосын айта кетейін дегенім, мына жерде тағы не бар еді? Менде тросовый емес газ, сразу айтайын, электронный газ. Электронный, электронный. Бұл жерде тросовый емес, 98-ші жылы болған. Бұрынғылары бөлінеді да, бұрынғыларда тросовый болатын. Бұл қазіргілерде электронный болып көшіп жатыр. Осы машинаға электронный болып па? Тағы фарлары қалай жанады бұл машинаны? Фарлар жақсы, өтті. Трассаға жақсы. Онда ешкімде жоқ. Ұзақ жолға да көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз. Кішкене блуз басып неткен мықты кететін машина. Бұлай үй жұмыс, мысалы, стройкаға бұл машинаны салса, шыдап бере ме стройка? Цемент тасығанға? Береді. Бұл қазір сіздерге айта кетейін. Бұл жерде қателеспесем 1 тонна 235 килограмм. Мына машинаның өзі да. Негізінде бұл машинаның өзінде 635 басында килограмм көтеруге мүмкіндік бар. Бұл машина. 635 килограмм. 1 тонна 135 болып тұр ғой. 1 тонна бітті, жарты тонна 135 килограмм. Бұның бағасы бәріне қазір қызық болып тұрған шығар. Сіз бұл машинаны қаншаға алдыңыз? Бұл машинаны шын айтайын, бұл бұзылып тұрған кезінде алып келдік. Біраз затын жасадық, өздеріңіз коробка жағын көрсетейік. Шеп-шеп болған, әлде қайтып шеп бастап жатыр. Осындай аха. Қайта жасаған болатынбыз. Ең аурулары осы жерде. Бағана бір сөзіңізде айттыңыз ғой, бұл машина тез шірейді екен деп аха. Осы жерлері сонда шірейді аха. Ең осы ауру көріп тұр ғой, және басталып келе жатыр, өздеріңізде байқағандай. Сосын мен айтайын дегенім, бұл жерде осыларды жасадық. Бізге шынын айтсақ 540 алдық. 600 мыңға дейін шықты ғой, енді өзінің жұмыстары бар. Жұмысымен бәрі 600 мыңға шықты? Шықты деп айтар едім. Енді бұны жасап тұрғаннан сатсаң, жоқ деген енді. Қаншаға мыңға сатуға болады? Бұны қазір енді айдадыңыз. 1 миллионға сатса боламаса да? Өте мұны жақсы екен, негізі 540 мыңға алып, сәл жөндеп 1 миллионға сатса. Бұны сататын сіздің ойыңыз бар ма? Негізінде ойым жоқ, өте жақсы машина. Ондай нем жоқ, шынын айтсам, қазірше. Өзіңізге негіз осы машина ұнады ғой сонда, ха? Ұнады. Кредит емес, немес, өз машинаң жетпейді ғой. Қанша дегенмен. Бұның алдында сізде новый машина алатын ойыңыз болды ма, мысалы, салоннан? Негізінде ойландым, салонды алсам ба деп, бірақ енді төлемі бар, шынын айтсам. Өздеріңізде көріп отырғандай қазір карантин уақытында не уақытын көріп отырсыздар. Арт жағын көрсетейін, универсалдың. Универсал? Арт жағы өте ұзын екен машина. Жүргенде орнынан тартқанда... Кішкене енді ренжімеңіздер, енді кішкене шашырып жатыр, енді бардақ болып. Орнынан жүргенде орнынан тартқанда қалай? Жүрісі қалай орнынан тартқанда? Негізінде енді дизель болғасын кішкене ауырлау болады енді. Орнынан тартқанда, ха? Кішкене ауырлау болады. Бензин емес қой енді өздеріңіз білетіндей. Бензин болса, енді ол басқа әңгіме да. Багажник сізде үлкен екен мына жерде кәдімгідей, а? Артқы салондарыңызды көріңіздер. Енді бұны алсаңыздар, кредитке алмай, мынандай машина алса болады негізі, аха? Ескі болса да, өзімдікі деген бір не бар ғой. Ескі машина, бірағымен жүріп береді. Жолда қалдырған уақыты болды ма? Кетіп баратып, жолда қалып қалған уақыттарыңыз? Бір сөзбен айтқанда, мен жолда бір-ақ рет қалдым, жаңағы жағдайда тоқ жағы жабысып қалған кезде. Басқа? Оған басқа жерде ондай қалдырмаған, шын айтсақ. Сосын таксовать етсеңізді көпті жемейді, жақсы машина. Бірақ енді сразу айтайын, таксовкаға келе береді деп көпті айта алмайын, трассаға көбі келетін машина. Алыс жолға, бұлай, универсал зат басқанға ыңғайлы екен, а? Осымен бізде бүгінгі Mazda 626 мағлұмат бітті.
келесі видеода Audi болуы мүмкін, Mercedes болуы мүмкін, BMW болуы мүмкін. Олар сіздердің пікірлеріңізді астына комментарийға қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше достар, сау, сәлеметте болыңыздар.